Зиратта түнгі 02:17-де қабір ішінен дауыс шықты. Ал ол адам баяғыда өлген. Қабір ашылды, бірақ ішінен табыт емес, қара көздер қарады. Ол зираттан тірі шықты, бірақ қабір тасында енді оның аты тұрды. Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен, арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Нұрбол, ол түні зиратқа не үшін барғанын көзі де түсінбеді. Сағат түнгі 02:17 еді. Ауыл сыртындағы ескі зиратқа апаратын соқпақ жолды тек ай сәулесі ғана жарық қылып тұр. Жел соққан сайын ағаштар сықырлап, біреулер сыбырлап тұрғандай сезілді. Зиратқа кіре бергенде телефон бірден байланыссыз қалды. Артқа қайту ойына келді, бірақ аяқтары тыңдамай, ішке қарай жетелегендей болды. Зираттың ортасына жақындағанда Нұрбол бұрын сонды көрмеген жаңа қабірді байқады. Топырағы әлі дымқыл, гүлдері солмаған. Қабір тасында аты жөні жоқ, тек бір ғана жазу бар еді. Келген адам қайтып кетпейді. Сол сәтте арт жағынан аяқ дыбысы естілді, бірақ артына қараса ешкім жоқ. Кенет бір қабірдің ішінен әлсіз тұншығып шыққандай дыбыс естілді. Көмектес. Нұрболдың жүрегі дүрсілдеп тамағына тығылды. Бұл елес пе, әлде тірі адам ба, ажырата алмады. Қорқынышқа қарамастан дыбыс шыққан жаққа баяу қадам басты. Топырақ қозғалып жатқандай көрінді. Қабірге еңкейген сәтте топырақ астынан екі қара көз ашылды. Ақшыл бет, жансыз көз қарас. Ол тірі жанға ұқсамайды. Сен де қаласың, деді әлгі дауыс. Нұрбол артқа шегінгенде айналасындағы қабір тастары сықырлап, бірінен соң бірі қозғала бастады. Жер жыртылғандай болып, қабірлерден адамдардың сұлбалары көтерілді. Олардың беттері анық емес, тек қап-қара көздері ғана көрінеді. Олар Нұрболға қарай баяу, бірақ тоқтаусыз жақындап келе жатты. Қашпақ болды, бірақ қай жаққа жүгірсе де қайта зираттың ортасына оралатын сияқты. Сол сәтте Нұрболдың есіне әжесі бала кезінде үйреткен дұға түсті. Қалтырап тұрып сыбырлай бастады. Әр айтылған сөз сайын елестер бір қадам артқа шегінгендей болды. Бірақ бір қабірден шыққан ең биік қара сұлба орнынан қозғалмады. Қара сұлба Нұрболға тым жақын келіп, бетіне үңілді. Сен бізді ұмыттың, бізді ешкім еске алмайды. Сол сәтте Нұрбол бәрін түсінді. Бұл аты өшкен, дұғасыз қалған, ұмытылған адамдардың рухтары еді. Таңның алғашқы жарығы білінгенде барлығы бір мезетте жоғалып кетті. Зират қайтадан тыныш қалпына енді. Жел де, дыбыс та. Нұрбол есін жиса, зираттың кіреберісінде жатыр екен. Сол күннен бастап Нұрбол зираттан қорқып қана қоймай, әр өткен сайын дұға оқитын болды. Бірақ кей түндері терезеден сыртқа қараса, алыстан қара көздер өзіне қарап тұрғандай сезіледі. Бір күні ол зиратқа қайта барды. Сол жаңа қабір енді ескірген, бірақ қабір тасында жаңа жазу пайда болыпты. Нұрбол келген, бірақ әлі қалған жоқ. Ал жазу әлі де дымқыл еді. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.